Сәлем достар, бүгін біз қолдың айранын ыйтатын боламыз. Бізге керегі піскен сүт, оны бір ыдысқа құйып аламыз. Сүтіміз біздің қатты салқын немесе қатты ыстық болмауы керек. Қоңыр салқын температура болса, сондай жақсы болады. Одан соң ұйытқыны бір ыдысымызға құйып аламыз. Ұйытқы болмаса, магазинде сатылатын биос кефирін, яғни айранын алуға болады. Сонымен де ұйытасыздар. Және де шамалы сүтімізді қосып араластырамыз. Одан соң сүтімізге құйып, тағы да бір араластырып қоямыз. Араластырып аламыз. Одан соң айранымызды жылылап орап қоямыз. 3-4 сағат уақыт бір орында тұрады, жылы жерде. 3-4 сағат болмаса, 2-3 сағатта дайын болуы мүмкін. Менікі 2-3 сағатта дайын болды. Мінекей, араластырып қойдым. Осындай айран болып шығады. Дәмі бәрі өте дәмді. Жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мінекей, ас болсын.